Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Жангелдин деген шағын ауыл бар. Қараша айы, күздің салқын желі соғып тұрғанда, бір отбасы үнсіз жоғалып кетті. Басында ешкім білген жоқ. Туыстары хабарласа алмай, мазалары кетіп, полицияға жүгінді. Іздеу жарияланды, бірақ бұл жай жоғалу емес еді. Бұл жоспарлы қылмыс па, әлде басқа бір құпия бар ма? Кейін әлеуметтік желіде хакер деген жан пайда болып, сим-карталар Өзбекстаннан көрінді. Банк картасы Балида жұмсалды. Алматыдан Индонезияға дейінгі алыс жол. Күдіктілер 2 ай бойы тропик аралдарында жасырынып жүр деген сөз. Бүгін мен сіздерге осы күрделі істің барлық хронологиясын, полиция операциясынан бастап Интерполдың қызыл хабарламасына дейінгі жайттарды баяндаймын. Біздің видеода қайда жоғалды, кімдер күдікті болды және олар неге Индонезиядан Атырауға әкелінді, бір сәтте жіберіп алмаңыз. Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Жангелдин ауылында болған жұмбақ оқиға қоғамды дүр сілкіндірді. 2025 жылдың қазан айынан бастап Жангелдин ауылында тұратын бір отбасы Мақсот Қарабалин, оның жұбайы Нәсіп Утешқалиева және олардың балалары Мейрамгүл мен Наурыз туралы ешқандай ақпарат болмаған. Туыстарының айтуынша, отбасы кенеттен байланысқа шықпай қалған және із-түзсіз жоғалған. Кейіннен полиция тараптарынан олар ресми түрде іздеуге жарияланды. Тергеу жұмыстары басталды. Уақыт өте келе әлеуметтік желілерде жаңа, бірақ расталмаған ақпараттар тарай бастады. Өзін Атыраудан шыққан хакермін деп таныстырған белгісіз адам бірнеше мәлімет жариялаған. Жоғалған Наурыздың сим-карталары әлі де қолданылып жатқандай көрінеді. Бұл сим-карталардың геолокациясы кей кездері Өзбекстан аумағында тіркелген. WhatsApp мессенджерінде осы нөмірлер арқылы күніне бірнеше рет кіру болғаны айтылған. Сонымен қатар, ол адамның айтуынша, бұл деректер тек ашық ақпарат пен техникалық талдау арқылы алынған. Туыстары тағы бір ауыр күдік туралы хабарлаған. Отбасының қаражаты, зейнетақы төлемдері қараша және желтоқсан айларында шешіліп алынған. Мал-мүлкі WhatsApp арқылы сатылған болуы мүмкін. Кей деректерде хабарламалар жоғалған адамның атынан жазылғанына айтылған. Хакер деп танылған адам тағы бір даулы мәлімет келтірген. Ресми деректер бойынша ешкім Қазақстан шекарасынан өтпеген. Мемлекеттік базаларда мұндай жазба жоқ. Алайда ол бейресми жолдармен Өзбекстанға өтуі мүмкін. Болғанын да жоққа шығармайды. Бұл ақпаратта ресми түрде расталмаған. Әлеуметтік желілерде тағы бір мәлімет тарады. Отбасы мүшесінің туысы болып саналатын жоғалған әйелдің банк картасы шетелде қолданылған. Тіпті Бали аралында операциялар жасалған туралы айтылған. Бірақ бұл деректерде ресми түрде дәлелденбеген. Осы ақпараттар тараған соң қазақстандық басылымдар мен блогерлер істі қолға алды. Әлеуметтік желілерде тап Жангелдин қайда отбасы деген хэштегтер пайда болды. Адамдар 2 лагерге бөлінді. Бірі отбасы жасырын кетіп қалды, өздері тірі десе, енді бірі ауыр қылмыс болған деп алаңдады. Бұл айтыс-тартыс отбасылық полицияны бірнеше рет ресми мәлімдеме жасауға мәжбүр етті. Блогерлердің бірі тіпті, егер хакердің деректері рас болса, онда бұл Қазақстандағы ең жұмбақ істердің бірі деді. Алайда күдіктілер ұсталмайынша барлығы тек болжам күйінде қалды. Осы бөлім арасында тергеушілер шағымдардың сан күрт өскенін мәлімдеді. Белгісіз ақпарат таратушы адам өз сөзінде мемлекеттік жүйелер бұзылмағанын, тек ашық деректерді талдағанын, сим-карталар белсенді екенін байқағанын айтады. Оның сөзінше күдікті тұлға бар деген болжам да жасалған. Атырау облысының полициясы 4 адамды ресми түрде іздеуге жариялады. Тергеу амалдары жүріп жатқанын хабарлады.
барлық ақпарат тексеру сатысында. Кейінірек іс бойынша жаңа дерек пайда болды. Сұлтан Сарсемалиев пен Ақбаян Мұханғалиева есімді күдіктілер ұсталып, Қазақстанға жеткізілді. 24 ақпан 2026 жылы олар Индонезияның Ламбок аралында ұсталған. Операцияға Интерполдың ұлттық орталық бюросы, солтүстік Ламбок полициясы, иммиграциялық қызмет қатысқан. Индонезия полициясының мәліметі бойынша күдіктілер Интерполдың қызыл хабарламасы бойынша іздеуде болған. Олар халықаралық деңгейдегі күдікке ілінген тұлғалар ретінде тіркелген. Тергеу нұсқасына сәйкес жәбірленушілер ерлі-зайыпты жұп, оларға суық қару қолданылған, кейін денелері жасырылған, ақша мен мүліктері ұрланған. Тергеу деректері бойынша күдіктілер Куала-Лумпур арқылы ұшқан. 2025 жылдың 14 желтоқсанында Балиға келген. Кейін Ламбок аралына көшкен. Сол жерде ұсталғанға дейін тұрған. Қазіргі таңда тергеу жалғасуда, барлық ақпарат тексерілуде. Ресми органдар нақты қорытынды жариялаған жоқ. Жангелдин ауылындағы бұл іс әлі де қоғам назарында қалып отыр. Бір ауылдан басталған жоғалу оқиғасы біртіндеп халықаралық деңгейдегі тергеуге ұласты. Күдіктілер ұсталды, бірақ ең басты сұрақ әлі де жауапсыз. Мақсот, Нәсіп, Мейрамгүл және Наурыз неге оларды аяусыз өлтірді? Полиция тергеуді жалғастырып жатыр. Біз бұл видеода тек ресми түрде расталған және ашық деректерге сүйендік. Жаңа ақпарат шыққан сайын біз сіздерге хабарлап отырамыз. Арнамызға жазылыңыз, видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Жоғалған жандардың отбасына көңіл айтамыз. Достар, осындай оқиғалар сіздерді қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.